Құрметті оқушылар, енді жұрнақтар дегенге келіп жеттік. Так, жұрнақтар. Бізде жұрнақ екіге бөлінеді: сөз тудырушы және сөз түрлендіруші. Сөз құрамы негізі түбір, жұрнақ, жалғаудан тұрады. Енді сөз тудырушы жұрнақ дегеніміз не? Өзі ат айтып тұрғандай, бір сөзден екінші сөзді тудырады. Мысалы, қараңыздар, әнші, парталас, балалық. Бұның түбірі ән, ол зат есім. Әнші тоже зат есім, яғни зат есімнен зат есім тудыратын жұрнақ. Парта ол зат есім, парталас ол да зат есім, яғни зат есімнен зат есім тудыратын жұрнақтар болады. Бұны жаттап алудың қажеті жоқ. Тек қана интуицияға, түйсікке сүйеніп, мысалы, балалық деген сөзді талдайтын болсақ, түбірі бала, зат есім деп түбір деп белгілейміз. Лық дегенге үш бұрыш қоямыз, мынау жұрнақтікі үш бұрыш белгісі. Лық деп қоямыз да, одан кейін ойланамыз. Балалық, детство. Ол не? Ол да зат есім. Демек, бұл зат есімнен зат есім тудырушы жұрнақ деп белгілесек қате болмайды. Келесі, алтылық, жақсылық, көпшілік, игілік. Бұлар сын есіммен, сан есімнен зат есім тудырушы жұрнақ. Мысалы, қараңыздар, алты бұл сан есім, алтылық дегеніміз зат есім. Жақсы бұл сын есім, жақсылық дегеніміз бұл жерде зат есім. Көп бұл жерде үстеуге де келеді, мөлшер үстеуіне. Көпшілік дегеніміз зат есім болады. Келесі, мысалы, суыр, бір нәрсенің суыр, шегені суыр, етістік, бөл, мысалы, етістік, күл, етістік, біл, етістік, қом, мысалы, етістік, жүр, етістік, сұра, етістік, сыпыр, етістік, бора, етістік. Солар ғана жұрнақтарды қосу арқылы біз етістіктен зат есім тудырдық. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді қараңыздар, тағы да бір сөз тудырушы жұрнақтар бар. Мысалы, бұл жерде зат есімнен сын есім тудырушы. Мысалы, пайда бұл зат есім, ал лыны қосу арқылы біз пайдалы сын есім тудырдық. Қала бұл город зат есім, а қалалық городской уже сын есім тудырдық. Қалғандарын оқып алсаңыздар болады. Сонымен қатар, құрметті оқушылар, астында пайда тағы да зат есім, а пайдалан дегенді қосу арқылы біз етістік тудырдық. Бас, мысалы, зат есім, оған қар деген жұрнақ қосу арқылы біз етістік тудырдық. Сауда зат есім, саудалас, ласты қосу арқылы біз етістік тудырдық. Бұны жаттап алудың қажеті жоқ. Қайталап айтамын. Түйсік бір рет көріп ал, одан кейін дәл осындай, осыған ұқсас жұрнақтар келетін болса, ойлан. Мысалы, кешкі, кеш ол зат есім, ал кешкі, мысалы, кешкі серуен. Қандай серуен? Кешкі серуен. Демек, зат есімнен сын есім тудырушы жұрнақ деп айта қойыңыздар. Сонда қате болмайды. Енді сөз түрлендіруші, негізі жұрнақ екіге бөлінеді. Сөз тудырушы, сөз түрлендіруші. Сөз тудырушы бір сөзден екінші сөзді тудырса, сөз түрлендіруші жай ғана мағына үстейді, жай ғана өзгертеді. Мысалы, сөз тудырғанда ән – это песня, ал әнші ол адам болып кетеді. Ал сөз түрлендіруші де, мысалы, үй – үйшік. Үй ол кәдімгі дом, а үйшік – домик. Бірақ мағынасы сол баяғы үй. Сондықтан сөз түрлендіруші деп отырғанымыз сөздің мағынасын өте қатты өзгертпейді. Бұндай жұрнақтарға есімше, көсемше, тұйық етістік, етістің төрт түрі, жедел өткен шақтың д-д, т-тісі, шарттырайдың сасесі, қалаурайдың г-г, қ-к жұрнағы, болымсыз етістің маме, бабе, папесі, қалып етістер отыр-тұр, жатыр-жүр бұның ішіне кіріп кетеді екен. Енді қалай? Мысалы, жедел өткен шақ д-д, т-ті, барды, келді, шарттырай, мысалы, егер ол барса, мен барамын. Қалаурай, мысалы, менің оқығым келеді, менің ағылшын тілін үйренгім келеді дегенде г-г, қ-қ бұл жерде қалаурайдың жұрнағы болады. Енді есімшерін жұрнақтары. Бірінші ғанген, қанкен, мысалдары алған, келген, айтқан, кеткен. Ар-еррі, барар, жүрер. Болымсыз етістіктің жұрнағынан кейін, яғни мадан кейін с қосылса, бұл жерде есімшерін жұрнағы болып келеді. Мысалы, бармас, келмес, оқымас, атын етін, итін итін, жазатын, өретін, қарайтын, келмейтін. Бұл жерде атын дегенге жұрнақтың үш бұрыш белгісін қоясыңдар, төбесіне есімше деп жазып қоясыңдар. Мақмек, бақбек, бақбек, бармақ, келмек, айтпақ, кетпек.
Енді көсемшенің жұрнақтары. Айы қысқа и, мысалы, барады, келеді, сөйлейді, иә. Ып-іппі, шығып, езіп, санап, ғалы келі, қалы келі, алғалы, бергелі, басқалы. Бұл жерде келі дегеннің төбесіне үш бұрыш белгі қойып, көсемше деп қоямыз. Енді тұйық етістіктің бір ғана жұрнағы бар, ол у. Мысалы, ойнау, келу, қарау. Енді етіс төртке бөлінеді. Өздік етіс, ын-ні, яғни өзі жасайтын, мысалы, жуын, киін, адамның өзі жасайтын, өздік деп тұр ғой. Ал өзгелік деп отырғанымыз біреу арқылы істейді. Мысалы, біреуге жаздыр, мысалы, өзің істемейсің, өзге біреу істейді сенің орныңа. Немесе қондыр үйіңе деген сынды. Бұның жұрнақтары дыр-дыр, тыр-тыр, ыр-ыр, ғыз-гіз, қыз-қыз, т. Мысалы, ғыз-гіз, қыз-қызге айтқыз, т-ға, мысалы, оқыт. Арықсыз етіс, одан кейін үшінші етіс. Бұл өзінен өзі жасалып қойған сияқты. Мысалы, ыдыс жуылды, оны кім жуғаны белгісіз, бірақ жуылып қойды. Жуылды. Сонымен бірге ын-ны ырықсыз етісте де бар, бірақ мынау өздік етістен ерекшелігі, бұл жерде етістіктің түбірінде л болу керек. Мысалы, жуын киім болса, ол өздік етіс болады. Ал егер етістіктің түбірінде л болса, мысалы, алынды дегендегі ынды біз ырықсыз етіске жібереміз. Ол өзінен өзі алынып қалды өткені. Оны өзі алған жоқ, оны біреу алған жоқ, оны кім алған белгісіз, өзінен өзі ырықсыз деп отырғанымыз нейтральный. Белгісіз себептермен жұмыс орындалып қалады. Бірақ иесі белгісіз. Ортақ етіс, өзі атайтып тұрғандай ортақ, көпшілікпен бірге істесесің. Мысалы, жазысты, мысалы, үйді салысты, немесе мысалы қоқысты төгісті, немесе мысалы бөліскен, ол өзінің тәжірибесімен бөліскен, оқыспақ бірге, яғни көпшілікпен орындайтын жұмысты ортақ етіс жұрнағы ыс-іс. Құрметті оқушылар, осымен сіздерге жұрнақтар аяқталды. Пайдалы болды деп ойлаймын. Жазып алсаңыздар болады. Күндеріңіз сәтті өтсін.